sözünü men aytayım. Oylanan ay maksat ayga tolap turbayba. Aylanayın Asqatcan ушундай toylar bolop turbayba. Alдағы kiygen ак kalpak, ortasında ayı var. Mına jagында Kazak, mına jagында Kırgız, ortasında Alatau degen avul var. Dostluktun belgisi oşondo, bilip жүргөн kaynım-ау. Kemin eline gelgende, ermegin bolup bereyin. Janatan berin ayttım Kırgızça menen Kazakça. Emi biraz özbekçe aytıp keteyin. Kılpillama degen Asqatçada. Sen orduda kıymıllamay otura bermen kete. Ay şapandығы иығынан түсіп тұрғаны Jezdege екенсің ал пысық бір жан Қазақша қырғызшаны бұлай қойып өзбекшеңде аузыңа түсіп тұрғаны Бірін айтып біріне кетіп жатсың өзің бір мас адамдай ішіп тұрғаны Шапырашты әпкемді көп мақтадың Расында әпкем екен пысық бір жан Тәрбиелеп тастапты бұл қырғызды Әпкемді ойлап басы сәлісіп тұрған Қайын жұртыма сәлем беремін деп жаңа қайта орнынан ұшып тұрған Шапырашты әпкемнен айналайын арыстандай қырғызды мысық қылғаны Kırgızım майда мінез балғын жүздім Келеді жұрт назарын сәл бір құзғым Алат енесейдің бойынан Қырғыздәке беншімізді бір қылған тағдыр біздің Қазақ Қырғыз бұрыннан құдандал ел Айтатын алғысымыз бар бұл біздің Қазақтың қызын алсаң Өздеріңде талай қырғызды қазаққа жар қылғыздың Қызыл өрік шоқ қыздар әндеріңмен қазақи эстрадама сәңгіргіздің Куликовский тордыңмен сүттеріңмен ішіп отқан шайыма дәм кіргіздің Жайнаған неше түрлі табарыңмен базарыңның бойына қан жүргіздің Сондықтан қырғыз қазақ бауырласпыз, айтатын алғысымыз бар бұл біздің. Көгімізде орны бар әр жұлдыздың, төрімізде орны бар әр қырғыздың. Ай, тасқа тамыр біткенше көрме жезде таршылық, мұзға тар бөлгенше көрме жезде мұңшылық. Мынау 5 күн жалғанда адамша етіп тіршілік, сол тірлікте лайықты Аллаға етіп құлшылық. Ғибратты ғұмыр кешіңіз адал еңбекке құлшынып, айналайын жездеге басқан жеріңнен күн шығып, аспан көгіңнен күн шығып, әулетіңнен тарасын, аты шықпаған қыз шығып, аты әйгілі ұл шығып, бәрін айтта бірін айт, жамбыл жастанда асыңыз әппенмен өмір бір сүріп Yemin bayqasa qarağayım Aylanayın Asqatcan senin de başından ak kalpak benim başımdan ak kalpak Boladaken bizden betimizden cap-calpak Aylık görsün Amerika'ya baraylık kim Kırgız'da kim Kazak Sonduktan ben sana aytamın Kırgız Kazak bir tuğan Akalardı kim tuğan Bayıktan beri bolup gelgen bavurlar Kul elden canakı dağnalardı Dağnaları çıkkan elinden Çıngiz menen Muhtarday Abay menen Cambılday
Toqtoğulu menen ötken alım kulday kalıqday. Oşandaylardan biz bolalı. Elge жақшылап ақ тілектің айтып қойылы. Суға келгенде мына қалқым айтқылашы. Бұл Тоқтоғұл болсын, мен Жамбыл болайын. Оу, қалқыма бір қол жапалақтап қойылы. Сайрасын бұлбұл сайрасын, бекер қарап қалмасын. Қамданып тұрған асқат қайным ол тағы бір көз сөздің айтасын. Al emi kesendi vereyim, qarı qaray ulağı. Ay bir oydu sizge aytayın. Tarihtan bolgan alganday, jet atasынан däwletli Kırgızda ötken Kanjantay. Alatoğuna Жантайдың аңыз бұбаты қалғандай, сол Жантай ханның нарылы, жаһанға жеткен дабылы, падишадан шен алып, атадан асқан қадірі, жан өткен манап шабдандай. Сол шабдан манап асына қазақ, өзбек, орыстан, Қырғызда барша болыстан жиналған екен жан қалмай. Сол жиынға жан-жақтан аузымен құс тістеген, алдына адам түспеген небір ақын келіпті. Азуы қарсы арландай, тұяғы болады тарландай. Сол жиында қалың жұрт Жамбылға қолға салғандай, Сүйінбайдан баталған, тілі деп өткір қанжардай. Жырлағанда жыр Жамбыл өлеңнен өсер жауғандай, басын иіп Алатау, ыстық көл тұна қалғандай. Бірде Қырғыздың бірде қалмапты Жамбылға сонда таң қалмай. Астына тұлпар мінгізіп, бұлғыннан ішіп кигізіп сыйлапты Қырғыз қандардай. Сол Жамбыл туған жер осы, білесің бе байке сен осы? Олды білі кешегі Керей менен Жәнібек хандықты құрған жер осы. Төлеби туған жер осы, балуан Шолақ туған жер осы. Тектілерді тудырған құрсағы құтты ел осы. Қоштасарында жездеге, осы елге тағзым етіп кет, басыңдағы қалпақтың жерге тигенше төбесі ай-ай-ай. Birge жүрдік бір далай, ал күндерім жүр қалай. Азыр жоқсың жанымда, сен келсе жүрек қинадай. Суға келгенде мына қайтым, мені мысық деді, арбад, 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 арбад. Қағылайын қаралдым, қайсы күн ой жаралдым. Елеп алып жүрегімдің емі қайдан іздеп табамын. Өмір гүлі жан еркен, жастық бола тұрмаймы, ойнап күлген ал күндер аздық қыла тұрмаймы. Жездесі менен айтысқан мұнан асқатта бұл айтыстағы аздыққа да қылат тұрмаймы. Sen жылы қышы мен чабыр, асқатай тұрып Қырғыздан үн салам. Еліміз үшін жырлайлың ай, өркінде өссін бұл заман. Şunun anamına boyunda Kovuzum benim kolumda Hıcırladı vay sağanimde Kalkıma ağlay sonunda. Aynalayın jezdege en aytıp kettin sen neşe. Тоқтатайық осымен Қырғыздан келген байекем концертін бермесе, қазақты қырғыз жеңе алмайды, ән айтып қана жеңбесе. Ай, осымен байке туралы жалғап жүрген ақынсың,
Екі елге ортақ мұраны мен әнге салып айтып ем. Әнімнің болдысын сыңары. Әнімді жалғап сен кеттің. Қазақтың айтқан сөзі рас, сынықтан басқаның барлығы да жығады. Талайдай әрі күйеуге, талайдай әрі құдаға қалың ел құрмет қылады, алақанын ұрады, осымен екі ақын тұрады. Ал ендеше жездеке кезек күтіп анда Бөрібай ақын тұраны. Әкелерді кім туған деп айтқан Бөрібай Өзбекстаннан келген ақын көкем шығады. Ол сені қазір қырады. Рахмет. Мұсақанаға бір меккер. Аспандағы бір күтті, ағайын сан ойлап келі бір күтті. Айтысқа келген мұнағын екі күйелі өжіріп өтті. Дұспан емес дос болдық сіздерге ақ тілектің айтайлы, қабыл алғыла қол жауып қойғыла бізден кетейлік жұрттаныр өтті. Бәрекелді рахмет. Менің оқи қырғызайым. Рахмет. Мына Қырғыздан Алатау асып келіп жатқан ағайынға мен ізет көрсейін деп тұрмын. Мен зейнеткермін. Зейнетақым 100 мың теңге ақша. Мына 100 мың теңге сізге. Енді Асқат ақын осы айтысты ұйымдастырып жүрген азамат. Бұл ақын дегендер мынандай қаржыға келмейді өзі. Сондықтан да Асқатқа үлкен рахмет. Республикалық деңгейде үлкен ақын Асқат. Сондықтан Асқат менің зейнеткер екенін біледі. 100 мың теңге сағанды зейнетақымнан. Бұл Сәмен Батыр Ботбай қоры, Алматы қаласы қорының төрағасы Мәдет Қожекеев деген азамат. Сондықтан біз сол қордан келіп отырмыз. Үлкен рахмет сіздерге. Мұсақанаға елді ойлаған асқа қерсің. Шынында да басқалардан басқа әлемсің. Арнайы Ботбайлардың абыройымен алғысын арқылап осынау асқа кепсің. Ақындарға ақшақай ат мінгізіп жатқаның бізге жағар жақсы әдет шын. Мұсақан ағам бізге қанша ақша берсе, өзі де дәл осындай жасқа жетсін. Ойнаған ой мақсатыңыз ойға толсын. Сіздің де 100 жылдық тойыңыз болсын. Ата бабаға арбағы қолдап жүрген Манастың ұрығы болсын. Рахмет. Ақындардың өздеріне айтсын деген болатынбыз. Қырғыздан келген құдамыз болды. Жалпы Асқат әрі өзі Ботбайдың қожа елінен болатын, яғни Саттар Естемесовтің аталасы болып келетін. Бәрекелді. Бағанадан бері байқап отырсыздар, айтыста басында шаппашау айтыс болды. Одан кейін арасында қырғыз-қазақтың айтысы, оның ішінде жұмбақ айтыста болды. Демек ағайындар, көретін қызықтарыңыз әлі алда деген сөз. Ендеше келесі ортамызға қазақтың тағы бір айтысын түрі бар, қыз бен жігіт айтысын көрейік. Ендеше қадірменді ағайындар, бағанадан бері айтып отырғанымыз Өзбекстан Республикасынан келіп отырған арқалы ақын, ардагер ақын Бөрібай Оразымбетов. Оныменен сөз қағыстырып, қадірменді ағайындар, көктегі жаңа ақындар жұлдыз боласын болса, бүгінгі арып ішінде бір бидай секілді ғана емес, сол жұлдыздардың арасында айдай болып келіп отырған Жамбыл облысы Байзақ ауданынан бірнеше республикалық халықаралық айтыстардың жүлдегері Алтынкүл Қасымбекова. Bismillah, toyun acır arnap geldim. Karnı açsın kanatınday samgap geldim. Ağzından Allah'sı bir tüsbeytiğin. Ulan yedim kazak degen salmak deldin.
Өзбекстанда тұратын бір қазақтардың намыстарын мен бүгін бір қорғап келдім. О, сақтардай бір батырыңның ауылына толағайдай 90 жылды толғап келдім. О, төле биің туған жер топыраққа жаққан жерден ыстық сәлем қолғап келдім. Ақындардан алтын сөзді күтіп отқан екі елдің достығын жалғап келдім. Айта берсем жақсылықтар толып жатыр, айтқандарым көңіліңе қонып жатыр. Ең бастысы Өзбекстанда осы биыл Қазақстан жылыдағы болып жатыр. Екі елдің достығының белгісіндей шулатқан той шуындай болып жатыр. Өздегелі кең байтақ бір елінде отыр, 1 миллион қазағың бір жерінде отыр. Мерсияйым президент боп сайланғалы, өзге ұлттар бәрі дағы көңілде отыр. Төле би мен Айтекені қорғаштаған жалаң көзің Самарханның төрінде отыр. Қазақтарға жолды сілтеп қолын бұлғап, Абай атам ескерткіші төрінде тұр. Сол жаққа балдыз Сол жаққа келді мынау балдызымдай, өзі дағы көзімнің бір жалғызындай. Жал қараса білмеймін ғой, сасып қалам. Осы отырған халықтың ғой бәрі қыздай. Балдызбенен айтысқа бір түскеннен соң, ақ бөрінің қалай қалар қаны қызбай. Екеуміз де бақ болып бір кездестік ау. Мен ақ бала, сен болсаң бір сары қыздай. Ендеше бұл айтысты қыздырайын. Сөзімізге болып қана әліміз сай. Сені қайдан мен бұл күнді көп аңсадым. Алғаш түнін аңсаған кәрі қыздай. Осылай бір желдің жырын селдетеді, селдеткесін сетінеп бір сен кетеді. Ауыл жазып басымыз бір қосылғанда, бүгін ошы бармайыншы сен кетегі. Бес баланың анасы бір болса дағы, қыздай болып, қыздай ғой бұл желбіреген жел кетегі. Майдалап бір тиісіп бір отырайын, тисе тиді, тимесе бір нем кетеді. Нарта өкел бұл басын біріне көрмеген, белбеу кетір әйтпесе бел кетеді. Мақтаған сайын кездекем, қызығып кетер мекенмін. Жем қалданған сазандай сүзіліп кетер мекенмін. Осы айтыс біткенше бұзылып кетер мекенмін. Қыпша белім қиылып үзіліп кетер мекенмін. Атаның далдым алғысын, ананың далдым алғысын.
Öldürüp kartlar jırıma suyunup sabi kalgısın. Ulu sürgen tal mısın? Kız ösürgen bal mısın? Allah'dan son sıyınar al diyar jurtum ar mısın? Jaylap жатқан елегін, Алатаудың етегін, сырға тұнған тасыңды жырғылып бүгін кетемін. Батырда шыққан мекенім, ақында шыққан мекенім, жыршыда шыққан мекенім, күйшіде шыққан мекенім. Тарихтың тамыры өзіңде, таралған сенен көпенің. Хандықтың туын көтеріп хакімдер шыққан мекенім. Қазақстанға танылып әкімдер шыққан мекенім. Осыдан ақ біле бер бұл елдің қандай екенін. Байқап тұрсам жездекем, отыр ғой бүгін құтырып. Маған қарап қояды аш бөрідей жұтынып. Есін кетіп балдызға қалып жүрме ұтылып. Жалт еткенде жанарым сөзіңе қалдым тұтығып. Бөрібай боп келген бөрінің терісін алам сыпырып. Домбыра алған ақын ғой, айтатын сөзге тапшы емес. Қу түйіп, қу таяқты сүйреткен Бөрібай өзі бақсы емес. Белбеуіне белін кетердей арамыз сондай аш емес. Белбеу үзілсе болады, белбеулер бізде тапшы емес. Беліңіз үзілмесін беліңіз, сіздей бөрі еркекке белден қаптыреген жақсы емес. Қатырды. Дей салып белбеу кетер бел кетеді. Ескертім ғой жаңа саған нем кетеді. Осы қазір сені бұзып жіберерем. Жоламай-ақ қойдың бүгін бел кетегі. Белбеу емес белің керек, дей салсаң бір, айтшы бір балдызым-ау нең кетеді. Қарашай мен балдыздардың ұқсастығы, екеуі де жезделерін терлетеді. Демедім ғой өзіңменен тең боламын. Пейілім мен балдызыма кең боламын. Мақтап отырғанда осы айтыста абылайлар асалмайтын бел боламын. Сен келдіңде терің сыпырам деп отырсың. Білмеймін ғой онан кейін нем қаларын. Бәріңе түсінікті нөл боламын. Айтпақшы бір бөрлерін терісі қымбат болады. Шубаңызға жаңа менен чең боламын. Білегің мен мойыныңа оратылып, үш ай қыстай қожайының мен боламын. Бұл
сол айтыста сіңіп қалған санамызға, оралайын сақтардай бір ағамызға. О, батыр аға тойына бір келгеннен соң, бүгін міне көтерілді жағамызда. Топырағың сондай жақсы киел екен, батыр атағын алып келді ағамызда. Ұрпақтары Ботпайлардың аман болшы, батырлармен бағаланар бағамызда. Сені дағы мақтайыншы өлеңменен, мақтауға бір алайықты өлең деген. Әттен қыз болып бір туылғансың, еркекке бір алайық қой денең деген. Еркек болсам батыр сенен шығар еді-ау, мына сенің Алатаудай денең менен ей. Жаны жайсаң балдызем, жанары жарық жаны гүл. Толғандырды жездемді салмағымның саны бұл. Сарапқа салмай денемді ақылым болса әлі жүр. Жасымда азам демегем Алланың берген бағы біл. Баяғыда осы еді сол алтын күл әлі гүл. 5 балам бар жанымда, жаман жанымда, менің жарымда. Қайтадан байға тимеймін енді маған бәрі бір. Қожайының болам деп қоят, солай меді келісім. Жағаң мен жеңін болам дейт, жездеге мынау несің? Байғап тұрмын жездеге, тарау деймін сәл өрісің. Сенің жаман теріңді жамыламын не үшін? Құтырып кетіп жүрмейін, құтырғанына бөрінің жамылам деп терісін. Егер еркек болсам, егер мен қиырдан жол салар ем, алдымен мына халықтың көңілін бірден табар ем. Жоқ дегенін іздерем, іздеп жүріп табар ем. Өмірдің осы мәні деп армияға барар ем. Бармағандарды әскерге өз қолыммен қамар ем. Қорғау керек отанды, қорғаушысы болар ем. Әкім болсам егерде, қиядан көзді шалар ем. Мұқтажына халықтың алдымен көзді салар ем. Бар дегенін бар дерем, жоқ дегенін жоқ дерем, бірақ іздеп табар ем. Жолының бәрін түп-түзу, моншақтай қылып салар ем. Әрбір ауылға газ қойып көңілдерін алар ем.
осының бәрін істесем, тездеке мен негізі нағыз еркек болар емес. Ісің түссе алдыма келіп сенде кетерең, сөз айтарең халықтан жетіп тұрған жетеңмен. Менің салған жолыммен зуылдап тұрып өтерең, зуылдап тұрып кетерең. Еркек болсам мен дейсің ғой, алтын күлсен нетерең. Ал енді сен айта ғой, қатын болсаң нетерең. Şapalar! Ey demeyim koy, sen de mağan kötünedin. Ne aytsan da balız bugün kötüremin. Erkeklerin rölün sondaq bolup, dedin sen de ayel bolsan ne der edin? Бұл жайында мен сірә бір ойланбаппын. Шынында бір қатын болсам не дер едім? Бірақ қазіргі қыздар құсап жүріп алмай. Бір еркекке тиіп мен де кетер едім. Ол тигенім сендей алып ақын болса, ақынымның қадіріне жетер едім. Екіншісі, машиналы таксист болса, правасын жыртуменен өтер едім. Үшіншісі, байшыкеш біреу болса, бар дүниені төркініме тасып кетер едім. Жаңағы айтқан еркек болған әкім болса егер, әкімдіктен түскенінше күтер едім. Бесіншіге тиген кезде сен айтар ең, не деген сен? Сен айтар ең, не деген бір бекем едің? Бесінші бір байымаден арал болып, онан кейін бұзылып кетер едім. Сонда дағы қаршалбарды кимес едім. Алды ашық кофтаны да кимес едім. Жаңағы бір айтқандарым әзілім ғой. Басымнан бір түспес еді кимес едім. Басынан бір алтын саулап тұрса дағы, өзге ұлттың жігіттерін сүймес едім. Өмір бойы байсыз өтіп кетсем дағы, шаян жегіш Қытайға тимес едім. Жауап беріп әзептеуір шалқаладым. Мен дағы бір жазылды ғой арқаларым. Бір қазаққа 10 баланы туып беріп, батыр ана арамда, атан арамы. Ақындарың елдің жүгін арқаласын. Шынында ғой, жасылды ғой арқа басым. Шудың елі шулатқан той құтты болсын. Қоштасамын осы менен мархаматым. Бәріңдағы жүзгөгендер, бір құдай мен періштелер қалқаласын.
О, сен дағы бір ақсақалдан батала бер. Алдиғана жақсы жаққа шатала бер. Ақ тілегі сезден бір деп қарсың. Қасиетті Айша бибідей атана берей. Сіздер үшін жүректен ақтарылды жыр бүгін. Момақан қалып біз едік жасап жүрген тірлігін. Аллам беріп тілеуді оңынан болсын ірлігін. Көрмейінші әз қалқым кірпігіңнің кірбіңін. Заманың бейбіт боп тұрсын, бұзылмасын бірлігің. Іздейтін қалқым өзіңсің, көрмесе іздер бір-бірін. Саттардай өткен боздақтар, заманның зұлмат сол шағы. Қатыгез тағдыр қырды ғой, қаншама қыршын оншаны. Ол да болса халықтың қияметінің мол шағы. Жеңеміз деп немісті арпалысып шаршады. Тәуелсіздіктің батыры 21 жаста кеткен ғой, қайраттай жақсы қалшағы. 21 жаста саттарда қаншама көрсем деп қалқын аңсады. Қайерде қалдың шашылып 21 жастың моншағы. Ал енді қалқын басыңнан ондай бір күндер өтпесін. Керек қан өсіп жас ұрпақ көгерсінде көктесін. Қуған менен қасірет біздерге қалқын жетпесін. Алланың берген бағы бұл, қусаңыз да кетпесін. Әр ұл қызың мақталсын, әр сөзіміз жатталсын, сеніміңіз ақталсын. Сақтарлар салған осы жол мәңгілік бізге сақталсын. Бәрекелді. Рахмет. Расында қыз бен жігіт айтысы деп, оның ішіндегі айтысының түрі жездеменен балдыздың әдемі сезімге беріксіз айтысы болды. Алысым шексіз. Ал ағайындар тағы да бір айтыстың түрі күтіп тұрған секілді. Бұл талай дүркін республикалық ақындар айтысының жеңімпазы болып жүрген нағыз бір қайшыласқан айтыс болатын шығар деп отырмыз. Жамбыл облысы, Қанат Мырзахан, Алматы, Сырым Әуесхан. Жиналған бұл сарайға айғай-ахау, қанша жан бар
барлығы бұл айтысты аңсағандар. Бізден бұрын айтысқан ақындарды құтырған кемпірменен шалсағандар. Ал енді жастар шығып жатқан кезде көп болсын жақсы әзілге тамсанарлар. Халық аз деп кінәлап не қыламыз? Көп болса бізді қолдап қол соғарлар. Жақсылап бір демалып қайту үшін біздерге қол соғудан шаршамаңдар. Түссін деп бар қазаққа хақтан жарық. Халыққа өлеңменен бақтарын адық. Екеуміз сойған айтыс жасайықшы, немісті қырғандай-ақ саттар барып. Саттардай бабамызды еске алмасақ, ендеше құрбекерге мақтанбалық. Ассалаумағалейкум, аманбысың? Қазақтың тектілерін тапқан халық. Атасына аламан айтыс жасап, өлеңге шөлі қанып отқан халық. Кешегі өткен саттарды есіне алып, төленерін тірілтіп жатқан халық. Бұл тойға келгендегі бар мұратым, қалдыру атамыздың мәңгіге атын. Жақын жерде бәйге боп жатыр екен, оқиға көп болған соң таңғылатын. Бірақ та әр жерден де тұлпар шығар, шапқылап шаршы топты шаңғылатын. Бәйгеден де ақынның құны биік, айтысқып ел құмарын қандыратын. Саттарға қанша арнау жырын айтып, осындайда рухани жаңғыратын. Сондықтан бізді қолдап қойыңыздар. Ақын көп болсын, елді жандыратын. Бәйгеге атын қосып шаппағанмен, бабаның атын жырға қалдыратын. Таңдайға бақ берген соң рахымдаллам, таңдайым шаршамаған тақылдаудан. Осымен айтысатын ақындардың барлығы қысықтыққа жақын болған. Бегаров Шойбековте қысық көз еді, атақты көкпаршы ғой Батыр балуан. Одан соң Жандарбекпен айтысып ем, шаршадым оған қадір жақындаудан. Ал енді қысық көзден қанат кепті, Алматыдан арнайы шақырғаннан қайда барсам көзім бір ашылмадау, көздері ашылмайтын ақындардан. Әзілді қанат ары жалғарсың ба, сөзімнің ішарасын талдарсың ба, айтысты жасап жатқан асқат еді. Байқаймын бұл асқатым талғам жылма. Ақындардың списігін жасағанда сен шарлап талай жерге барғансың ба? Мынаны қандай жерден тауып алдың? Көзіне жақсы көз салғансың ба? Мынаны қысық
қысық көзін сығырайтып китайский ақын тауып алғансың ба? Көп еді ақындардың оттылары, барлығы жақсы әзілге тоқтырады. Төрт фашистті құлатқан саттарымды өлемге қосып бүгін кетті бәрі. Ол егер фашисттермен соғысса кер, оған бүгін халықтың жоқ күмәні. Ал қазіргі қауіп тек қысық көзден, менімше тек Қытайдан кеп тұрады. Сондықтан қысық көзді көрсем болды, ішімді бір уайым жеп тұрады. Фашистің бәрін қырған саттар құсап, пулеметін қайырғым кеп тұрады. Ағайынға ұнайын деп, суырыпса өлеңді құрайын көп. Шығасап қол соғудан шаршама деп, сөйлейсің ғой мәз болып тұрайын деп. Қайта қол соқ деп, қоймай отсың, сырым досым жұқтырма бұлайын деп. Сұрап алған сыйлықтың сүйкімі жоқ, бекерге боп қаларсың, шырайың жоқ. Қол соғымдар демеген жау қуғанда, кешегі жауғашпенен ырайым бек. Жақсы айтсаң халық өзі қол соғады, сұрамай-ақ шапалақ сұрайым деп. Мысалы халық отыр маған қазір, сұрамай-ақ шапалақ ұрайын деп. Күт алмаған жібекті бөз етеді, күт алмаған алтынды жез етеді. Қысық көз Қытай тауып алдың ба деп, мынау кеп әзілімен мез етеді. Қайта Қытай деп қоймай отсың, мұндайыңа қанат ұл төзбейді екен. Домбыралы Қытайды көріп бедің, осы сөзің еңсемді езбейді екен. Енді менен жақсылық күтпей-ақ қой, қанат енді айқастан безбейді екен. Қазақтықтың исан қып тұр ғой менен, көңілің көп жерлерді кезбейді екен. Мұрыныңның тесігі дәу болғанмен, қазақтардың иісін сезбейді екен. Шапанды киген дейсің ішік қылып, үстіңе кеткен жандай өсік кіріп. Көзіміз қысық болса айып бекен. Сөйлейік елді жырмен қошып тұрып, негізі жай кездері көзім үлкен. Жуамыз таң атқанда ысып тұрып, қарсыласты көргенде кішірейін, қашпасаң жарар еді ұшып тұрып. Кешегі саттарларда білесің бе, дұшпанды қуалаған мысық қылып, оларды пулеметпен сақылдатқан, біз құсап екі көзін қысып тұрып. Айтпасақ, бұл айтыста ұлы мақыл болады, ақындардың қоны бақыр. Ассалаумағалейкум шудың жұрты, далаңда дархандықтың сыры жатыр. Шығысыңда шырайлы шұғыла тұр, батысыңда бет түзер құбыла тұр.
Қарттарыңның ойында ымыра тұр, жастарыңның бойында білім ақыл. Сыпатай жауға шақша батырлардың бұл жерде бағындырған шыңы жатыр. Жабағиып жексенбен көкірек байып, әкім болған осы шудың ұлы батыл. Солардың ізін басып әкім болып, досайыр қайраттарын шығып атыр. Шу жақтан бала туса, батыр болады немесе ат шулы әкім болады деп бүгін қалыптасты ұлы нақыл. Алда жалда туылса егіз бала, болады бірі әкім, бірі батыр. Қазақтың тұлғасыны жыры көркем, жаяды жұрт дегенде жырым өркен. Естемесіп саттарды жырламақпыз, ас беріп жатқандан соң ұлық өлкем. Ұлы Отан соғысында ерлік еткен болмаған батырлардың бірінен кем. Ниетің қабыл болсын ас берген ел, көңілімнен мұз еріп жібігенсең. Осындай іздеушісі тұрған кезде сақтар дел ұмытпайды бүгін ертең. Пақырдың тірісі де өлімен тең, бақырдың өлісі де тірімен тең. Қасымда отыр сырымдай айғайшымда, арғымақтай ауыздық шайнайсың ба? Біреудің көзін айтып тиіскенде, сен өз ауыз мұрныңа бойлайсың ба? Үңірейген үңгірдей мұрның бар, біреуді кекеткенді жоймайсың ба? Айтпақшы ұлды бопсын, құтты болсын, бұйырса бесік тойын тойлайсың ба? Балаңды ендігәрі еркелетіп, иіскеп маңдайынан ойнайсың ба? Бірақ та ойнағанда абай болшы, әншейін шаршы топта сайрайсың да. Маңдайын иіскеймін деп бір тартқанда, балаңның басын жұтып қоймайсың ба? Sükümsüz olma üçün ayğayağa şırayım жоқ. Біздерге қолдау versin Құдайым көп. Мен бұл елді ояттым бағанадан, шаршатпай бірдеңені қылайын деп. Барлық ел оянсын деп айттым жана, әдейі шапалақты сұрайым деп. Сұраншақтық емес ол қанат досым. Әрекет елдің мойнын бұрайым деп. Әйтпесе маған да ел отыр қазір, сұрамасам шапалақ ұрайын деп айқаяға. Тойладық бүгін келген тез мейрамды, жақсылық ауыздағы сөзге айналды. Қазақтың исін сезбес мұрының деп, көздерің танауымды көздей қалды. Исін сезбей жатса себебім бар, айтайын сырым бүгін нездей қалды. Шуға кеп шөптің исін сезгеннен соң, мұрының басқа нәрсе сезбей қалды. Досымды түртіп тұрау тегі түлен, салғысы келіп отыр дені түрен. Балама құтты болсын деп айттың да,
басында жүрегімді ерітіп ең, мұрныңмен басын жұтып алмашы деп, одан соң қадірімді кемітіп ең. Ол рас, мен баламды иіскеп жүрмін, баламды иіскемесем не бітірем, бірақ ол мұрныма сия қоймас, өйткені оның мұрны дәу менікінен айқаяқым. Ай-ай. Ақындар айтыстағы шоқтай боп тұр, әр сөзі алаулаған оттай боп тұр. Мұсахан ағам жаңа келіп кетті, ақындарға ештеңе айтпай кеп бір, ақындарға атпенен шапан жапқан, қазағымның дәстүрін сақтай кеп бір. Енді екеуміз қанатжан айтысқан, мен қазір ондай адамдар жоқтай боп тұр. Бірақ та Бақыт ағам келген екен, кетейін сол кісіге тоқтай кеп бір. Мен осындай жандарға риза болам. Қазаққа біткен бұлар бақтай боп тұр. Ботбайда байлар бар ба деп сұрасаң, Ботбай деп көрсететін Ботбай боп тұр. Бұл халық айтыс сөзге таңдана ма? Жырымыз арнау менен жалғана ма? Нағыз батыр болмаса Саттар бабам соған арнап жақсы сөз арнала ма? Ұрпақсыз қалды ғой деп қам жемеңдер. Ел есінде қалмаса нар бола ма? Ер есімін ел өзі ұмытпаса, абыройы асады сонда ғана. Ел танымай жүретін, ел білмейтін қаншама батырлар бар, атын жазып қойғанмен жарнамаға. Ал Саттарды барлығы сыйлап жатыр. Бұл тойын салып қойып жолға дара, адамның абыройын баласы емес, көтереді екен ғой Алла ғана. Айқай-ағау, ай-ай. Шуелі дала бар ма, далаңа тең. Ал енді қала бар ма, қалаңа тең. Сіздерді біраз мақтап тастадық қой, енді кемшілігіңді санап өтем. Шу жақта бірақ жақсы дегенменен келетін жолы ғана жаман екен. Бірақ оның пайдасы бүйректегі тасыңды түсіруге болады екен. Шу еліне шынымен риза болдым. Көңілі бізге деген адал екен. Білмеймін жолынан ба басқадан ба, бір келсек шыққың келмей қалады екен. Айқай-ағау, ай-ай. Мына шу бар қазаққа мақтан боп па? Бұл жерде талай дәстүр сақталмап па? Айтпақшы қанат саған айтарым бар, ақтағын бүгін сенің атқан жоқ па? Бұл ауданның әкімі Жарылғазы. Естуімше жуалы жақтан боп па? Сен де сол жуалының баласы едің, әкімге біраз жерің тартқан жоқ па? Жол салмай нағып отыр солағаңыз. Сол жағын бүгін сырым шаққан жоқ па? Мен біраз ойлап тұрған бір нәрсе бар.
Бұл көкем біраз ақша тапқан жоқ па? Шу елінің ақшасын жинап алып, жуалыға жол салып жатқан жоқ па? Ай-ай-ай. Ағайын деп отырса, мінекей айтысуға екі ұлдайын. Мен өзім Алматыдан келіп едім. Болған соң жүректегі отымдайын. Қанаттың мәшкесімен келіп едік, дәл қазір болды баған шопыр уайым. Келгенше әзілдесіп келгенменен қатты айтсам қайтар кезде опынбайын. Ағасына қойдым ғой біраз тиісіп. Несіне әкім үшін тоқылдайын. Енді мен уайымдайтын жалғыз нәрсе. Тек қана жаман жақтан оқылмайын. Қайтарда бұл қанаттың көлігінде сөйлесе алмай қанатпен отырмайын. Ай-ай-ай. Сырым сен оңайлықпен от алмайсың. Келіп бәр нәрсені шатардайсың. Шудың келіп жолында жамандайсың. Үйтсең мына халықтан бата алмайсың. Шу деген жердегі жұмақ еді. Шу дегенің жамандап беделін пәс ете алмайсың. Шуға келгін келсегер шұрық тесік жолдарынан айналып өте алмайсың. Иір-ғиыр сынақтан өтпесеңіз жұмаққа да оп-оңай жете алмайсың. Бұл менің кезім емес тұтылатын сөзім бар. Тиіссеңіз сытылатын. Жарылқасын әкімді жерлесің деп Сырымжан кезім кепті құтыратын. Ол кісі әкім болып жаңа келді, сондықтан жағдайым жоқ ұтылатын. Бұйырса осы жолды жасап береді. Ол кісі жаңғой елге жете жақын. Шудың жолы дәл сенің аузыңдай. Ешкім жоқ тесігінен құтылатын. Шу жолының тесігін жамай алмай, ауысып кетіп жатыр бүкіл ақын. Мына сенің аузыңды жаба алмастан қиналып бітіп жатыр бүкіл ақын. Сырымжан сөйлесеңші қанатылдай, сөзін қалар айтпесе таратылмай. Халықтан шапалақты сұрап алып отырсың, елден озып отырсың додаларды жаратындай. Елді солай ояттым деп қоясың. Ұят қой деп танытса қанатың қай. Ояттым деп несіне мәз боласың, сен келмесең оянбай қалатындай. Міржақып баяғыда оятты ғой, содан бері ояу жүр санатынбай. Шудың халқы ешқашан ұйықтаймайды, айтыс десе түнге кеде баратындай. Шудың халқы айтыс десе ұйықтамайды, өйткен олар өнердің фанатындай. Өзің бір оятқыш боп мәз боп отсың, осыдан асар дейсің санатың қай. Өзің бір жан екенсің, ақын емес, будильник деген атақ алатындай. Білемін деген адам не біледі?
Әңгіме анау мынау төңірегі. Сырымды бүделінік қып аламын деп бұл қанат оянуға ерінеді. Елді неге ұйықтайды деп ойлама. Оянған адам деген керіледі. Қанаттың көздеріне қарап тұрсаң, адам ұйықтап кеткендей көрінеді. Ай-аяғым, ай-ай. Барады ауылым көшіп миялыға. Ақылға біраз сөзің сияды ма? Ауызым шу жолындай шұрық тесік, қанатжан түсіп кетпе иямыға. Әкімге сөздер, әкімге айтсам неге шатақ болсын? Бұл сөзім неге жалған атақ болсын? Елдің жайын жеткізіп жатқаным ғой. Ақындар ақиқатқа тақап келсін. Жарылқасын ағама айтарым сол. Бұйыртса жақсы жолды қашап берсін. Сырымның ауызындай ашық жолды, қанаттың көздеріндей жасап берсін. Ай-аяғым, ай-ай. Халықты жырлау біздің жұмысымыз. Жұмысымыз әрине ұл ісіміз. Мың рахмет той жасаған ботпайларға. Айтыспен ашылғандай тынысымыз. Күннен күнге көбейіп жақсылағын, ырысыңа, ыдысыңа сыймасын ырысыңыз. Бабаға тойды жасау үлкен еңбек, ендеше білек түріп кірісіңіз. Құдайдан алтын болып қайта берсін, сол үшін жұмсап жатқан күмісіңіз. Ай-аяғым, ай-ай. Кетеді бақты менен епті байып. Жырлауға саттар дайын текті лайық. Көпке созбай айтысты аяқтайық. Осымен қошаман сау боп тұрайық. Енді айтатын бір ғана тілегім бар. Жақсы айтысша қылғандаймыз көп қылайық. Ақбейіл елі бар ғой осы шудың. Соларға біздер лайық боп тұрайық. Әкім егер жақсы жол салып қойса, сол жолмен біз зырылдап кеп тұрайық. Ай-аяғым, ай-ай. Екпінім теңіздей боп айқай-ағау тасып көрсін. Ақының жырдан шашу шашып көрсін. Көздеріме қадалып қоймадың ғой. Қанаттен düşіріппесін басып көрсін. Шұрық тесік көзімдей болса менің, осы жол шулықтарға нәсіп болсын. Сол жолменен зырылдап кеп тұрайық. Ақындар бұнда қадам басып келсін. Жолдарың менің көзімдей болғанменен, жамандық өздеріңнен қашық болсын. Айтыскер ақындарға көңілдерің сырымның аузындай ашық болсын. Ай-аяғым, ай-ай. Шу жері ежелден ақ дала мықты, өйткені туған талай нар алыпты. Саттар естеместі еске алдық қой. Дулат қожайлар жасап жатыр даналықты. Соғыста қаза тапты.
соғыста қыршын кетсе қайғырғаннан, жүректен көзден жас, ал жүректен қан ағыпты. Сол кісінің моласын іздейміз деп, ботбайлар құлтекедей жараныпты. Қайбір жыл ескерткішін салып берді, Қожахан Жабағиев аға мықты. Ал дәл бүгін кітабы жарық көрді, айтайын елең етер жаңалықты. Ағайын жаңа кітап құтты болсын, танытып жатырсыздар даралықты. Сұм соғысқа аттанған батырларың су жаңа кітап болып оралыпты. Айқаяғы ай-ай, бұл қанат айтпаса да жаңа нақыл, құлақты мұнда отырған балаңа түр. Естімесіп саттардай батырыңды, айтпасақ құным болар қара бақыр. Ұлы отан соғысына өзі барған, сұранып отан сүйгіш ғаламат ұл. Фашистердің тартып ап пулеметін басына орнатыпты заман ақыр. Шетінен пулеметпен сатырлатып оқтарын жібермепті далаға құр. Қан майданда от кешіп жалын құшып, өзі де сонда қаза табады ақыр. Қанша жыл өтсе дағы жазылмаған жұртымның жүрегінде жара жатыр. Сол соғысты, сұм соғыстан оралған аман есен азғантай қариялар арада тұр. Көздері тірісінде құрметтейік, өлгесін гүл апармай молаға құр. Бірі мініп келместің кемесіне, онсыз да бірі күтіп жағада тұр. Күнтізбенің парағы секілденіп, күннен күнге азайып бара жатыр. Айқаяғы ай-ай, кім айтсын елдің сөзін айқаяқып, ердей батыл болама әр сөзіңнен термей нақыл. Сегіз ақын жырласа тау салмаған құдай-ау саттар деген нендей батыр. Өмірден ерте өтті дегенменен елінің санасынан өлмей жатыр. Енді біз бар ақынды шақырмасақ, мынау ел аса қызық көрмей жатыр. Құлманмен айтыс жасап көрмейміз бе? Талантым өзіме бой бермей жатыр. Жабылып жырламасақ бұл саттарды, жеке-жеке шамамыз келмей жатыр. Айқаяқым әуелі осы жерге Асқат келсін. Қасындағы қырғызы қостақ келсін. Бағанағы нұрланда өзі келмей, қасына Ержан деген достақ келсін. Өзі де әзер жүрген Мөрібайды 90 күні 6 күні бастақ келсін. Айқаяқым Қайда шықтым ас берген ел, Құран оқып үлкенге бас берген ел. Құдайым ас таратқан осы жұртты жамандықтан сақтай көр, жаспен келер.
аунатқан осы астың қайырын соңындағы жақсы елге бер. Атасы жақсы бала сыйлы болып, ұрпағы жақсы ата қастерленер ай. Ай, домбыра алсам көмейім бебеулемек. Тұрған жоқпыз бұл жерге бекерге кеп. 8 ақын алдыңа бір ақ шықтық, ағайын қадіріңе жетем бе деп. 8-іміз Құлманбет боп айтысайық, қошеметтеп отырыңдар көтермелеп. Алматыдан қожайлар келіп отыр, айтыстың қаражатын көтермелеп. Бақыт ағам ұйымдастырып жүгіріп жүр, оның да осы еңбегін елеу керек. Болаттай баласымен бірігіп ап, бұл шараның мағынасы терең демек. Ағайынның басын қосып тірлік қылған бұл кісілердің еңбегін елеу керек. Ағайын сол үшінде аямастан қолды соғып, ағамызды қошеметке бөлеу керек. Ай, демеңіз Асқат қырғызбен күндеседі, тағы сырым шақырды менімен бірге сені. Қырғыз жездемді тағы да қаужайынша, себебі әзіліміз үндеседі. Бақыт ағамның болатұлы осында жүр. Елім десе, ел үшін дайын тұрар түрлі есебі. Шымкенттің мақтасын басқаратын Болат ағамды қай қазақ білмес еді. Мақтадан таудырғызған сол бөкеңнің ендігі тігілері сол кісінің жүлдесі еді. Ай, қырғыз жезде Болат ағамды көп мақташы. Ағам жүлдесіз қайтармайды мүлдесені. Болат ағамның мақтасы болмағанда қырғыздың тоқымасы жүрмес еді. Ойлаған ой мақсаттар ойға толсын, осындай алдымда тойлар болсын. Қолдаған қызыр алейкі салам өзі болсын. Спонсор болған бізге қамына Болаттай ағам аман болсын. Жаңағы Асқат беріп еді бір атты күнін бүгін берер Болат ағам машинасы баға берген құтты болсын. Қырманың адам толсын, алтын бастарың арбақ аман болсын. Шақырсаңар айланайын ағайын, бізге ұқсаған қырғыз қонақ ақындары қонақ болсын. Келдерің дағашарыма оқшық ақын болып, ескерген мұна сатар атаңыздың рухы бірге бізменен бірге болсын. Ата баба арбағы қолдасына, айтқан тілек Аллаға қабыл болсын. Болат аға қана бір қасыңызға қарап келем, өзіңізді жақсың адам деп санап келем. Айтқан жалағын кездемесі болмаса қырғыздың несі тоқтап қалмасын. Жалпы мұна қалтын алдында сізге ақбатаның өзін берем. Ертараған Астанаға барып министр болса ағатай өзіңізге шопырмен болып берем. Көңіліңнен айтыс шықты ма, тыңдап отқан қалай көп. Бөрбай келді өзбектен, қырғыздан келді талай бек. Біздер де сыйлап отырмыз, қатты кетпей алай деп. Байларымызды мақтайды,
Болаттарды жақтайды, жаңа қалғаны аз болып сөйлейсің қалай талай бер. Ымсыз болып келіп ең, дымсыз болып келіп ең, алғаныңа қанағат қалай келдің солай кел. Анда-санда әзілмен кетерім бар ұшығып, тыңдап отқан халыққа бар дүниемді ұсынып, ақынмын екен деп бүгін мынау азғантай бағамды алмайыншы түсіріп. Тыңдаған елден айналдым, кетпейін мұнда ісініп. Ана деген атым бар, тілеулес болып күшініп. Алдыңызға ап шықтым, жет шелпекті пісіріп. Негізі барлық ақын шелпек боп тұр, 8-інің 7-і еркек боп тұр. 8-ін шығарып сахнаға шамалы өлең айтып тертек деп тұр. Ендесе біз бастайық шын айтысты, бойыма қуат берсе Құдай күшті. Басынан бақтаған көрмедіреп қайтадан бастап тұрмыз бұл айтысты. Ботбайлардың барлығы жақынымдай, мен де келдім өздеріңнің ақыныңдай. 8-іміз сап түзеп шығып тұрмыз, Ботбайдың 42 батырындай. Ай-ай-ай, қол соғатын шуымның елі қайда, сонда кетер ақынның көңіл айға. Болат ағам ортаға жаңа келді, оны ержан жақсыға жорымай ма? Көңіл аппақ өзінің мақтасындай, соғылатын ағайынның қолы қайда? Осындай қошеметтің аясында кезегін ұсынайын Бөрібайға. Айқаяға Сонымен Болат ағам мақта бар ма? Басқалар айтса менде сақтанам ба? Бөрібай ағамнан да бұрын айтсам, осындай ыңғай келер шақ болар ма? Барлығы сізді мақтап кетіп жатыр. Жақсылық күнде осылай тап болар ма? Қырғызда қазақшалап сөйлей деген қазақтың байларын көп мақтағанда. Ендеше сөйлемейік дедектеп құр. Болат ағам әзілге себеп болып тұр. Сіз бірақ мұқтаждыққа көп қараңыз. Мұқтаждық бөлек болып тұр. Шудың жолын айттым ғой бағана да. Сол нәрсе өтелекше делек болып тұр. Мен қазір Алматыға қайтары кезде сол жолдың қаупі маған бөлек болып тұр. Сиденияның астына сап қоятын мақтамаған көбірек керек болып тұр. Айтыс болып, ашылдау жарық күнің. Айтысқа да көп жиналды халық бүгін. Микрофонға 2 рет ұмтылдым-ау, бұл емес менің мынау арықтығым. Ботбай елі саттарыңды бірауын аттың, бұл да болса сендердің халықтығың. Бүгін мынау 100 жасқа келген саттар бірауын амат, 10 ауына да жарықтығым. Жыл сайын осылай бір той өткізген бөрілер сездірмеген арықтығым. Жырарнап саттардайын еліңізге, келібек шудай құтты жеріңізге. Болаттайын ағамды мақтадыңдар, ол кісі кіріп кебет төрімізге. Асекең Болаттай деп қоймай қойды, тапсырманы бергендей тегі бізге.
Мұсақаннан абалып 100.000 теңге аздық етіп тұрау дейм серіңізге. Бәрлігін кеп бол бөкеңді мақтадыңдар, бөкеуің кіріп қалды өңіңізге. Мақтаңыздан барлығы сұрап жатыр, мейлі ғой бермеңізде, беріңізде. Бәріңе не көрінді ағымдарым? Мақтауды қатырдыңдар төрімізде. Мақтаның мағынатын мақтап, мақтамен бауыздайын дедіңізге. Қазақты қазақ қылған өнер еді, өнердің ең мықтысы өлең еді. Ақындар алдарыңда жыр ұзатса, қалың мал шапалақпен төленеді. Бағана қырғызбенен айтысқанда Асқат ұлдың шабыты бөлек еді. Мұсақан ағам шығып шапан жапты, бұл нәрсе бәрін көрген дерек еді. Ботпайлар негізінде жомарт екен, барлығы іс жасауда өнегелі. Бірақ күмән тудырар бір нәрсе бар, Қанат өз айтар датын шегеледі. Бұл Асқатта Ботпайдың баласы еді. Негізі қожайынның көлемеді. Ботпайлар өздеріне сый жасады, жомарт десең Қанат қалай сенер еді. Ботпайлардың көрейік жомарттығын, бұл Қанат балам отыр не дегелі. Жақындардан ештеңе аямады, алыстан келген бізге не береді ай. Ол едім таңдайынан жыр кетпеген, жақсы мен жайсаңдарды үлгеткенем. Саттарда ер батырдың той өтуде, шу жерінде баурайында гүл көктеген. Алдарына шыққанда жақсылардың өлеңді айтуды да міндет көрем. Ботпайлардың айналдым ерлерінен батырын атағы, батырын айға апарып құрметтеген айқаяғы. Ай, ай. Ол едім жақсылардан сеніңіздер, ағайын шуағыңды төгіңіздер. Бұл айтыс негізінде қызық айтыс Құлманбет дейтін айтысты көріңіздер. Ботпайлардың мақтадыңдар жомарттарын, ал ботпайлар жақсылыққа сеніңіздер. Сонан соң ақындарға еріңіздер. Мен де сол ботпайдың бір ақынем, маған да бір ат мінгізіп беріңіздер айқаяға. Ай, ай. Негізі ақылға да бай кісі едім. Қарғатсын нұрлан енді қайғы шерін. Бақыттай ағамды әбден мақтадыңдар. Мен өзі нағыз жомарт жай кісі едім. Бақыт ағам ат мінгізіп қайтарады. Себебі мен оның бір қайнысы едім айқаяғы. Ай, ай. Ай, бар ақын ат мінгіз деп айқайлайды. Ағайын қолын соғып пайпайлайды. Мұсақан ағам бергені ғана көрініп, қалған қожайдың еңбегі байқалмайды. Жігіттер сәл шыдай тұрсаңыздар, қалай ғана көңілдерің чайқалмайды. Алматыдан арнайы келіп тұрған Бақытжан ағам ат мінгізбей қайдармайды. Ай, шабыт келсе қалайша жырламайық. Жақсы сөз айтайықшы, мұнда лайық.
Ұлттың жанашыры Оразгүл апам, ол кісіден бәріміз үлгі алайық. Айтысты қорытындылайын деп күтіп отыр, сол кісінің алтын уақытын ұрламайық. Арнасақ таусылмайды бәрің өлең, өлеңсіз көңілдерге дәрілеген. Бір-екі ауыз суырып сап жыр арнадық, кешегі сал серілер заңы менен. Құдайым қуаныштан айырмасын, ағайын той тілеймін бәріңе мені. Ақындардың бәріне қол соғыңдар, жырлаған серілердің заңы менен. Оразгүл апамдағы келіп жетті, ағайын не күтесің тағы менен. Осы менен тоқтайын, қартаныңда көп шайнаса кетеді дәмі деген. 28 қыркүйек Дулат бабаның тойына домбырамдап тағы келем ай. Рахмет ағындар. Ал құрметті халайық, бүгін расында бір дүбірлі айтыстың біреу болды. Айтыстың қазақ салты бойынша түр бар, білесіздер. Сол түрлі айтыстың түрін көрсетті. Құдайға шүкір, ақындарымызға рахмет деп, бір қошеметтеп қол соқсаңыздар. Енді қадірлі ағайындар, Саттар Естеместің 100 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысын қорытындылау үшін ортамызға мемлекет және қоғам қайраткері, осы елдің тумасы, қазақтың қадірлі де қастерлі қызы Оразгүл Асанғазы әпкемізді ақ тілегін арнап осы жерде келіп отыр. Ендеше тыңдайық. Құрметті жырсүйер қауым, қалай ақындарға қол соғамыз ба? Меніңше бір керемет жақсы айтыс болды. Жалпы бүгінгі іс-шара, бағана да айтқан, тағы қайталап айтамын, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Өте жоғары деңгейде өтті. Басына барып гүл қойдық. Мынау Абайдың 37-ші сөзінде айтады: өзің үшін өмір сүрсең, өз үшін тамақ жеген айуанның бірісің дейді. Адамшылықтың қарызы үшін өмір сүрсең, Алла сүйген құлсың дейді. Бүгін бәріміз алыстан жақыннан келіп, басымызды иіп, Құран бағыштап, тірілтіп жатқан Саттар атамыз Алла сүйген құл. Өйткені өмірін ел үшін арнаған. Ал енді оны іздеп, осындай бауырымыз өткен еді, ел үшін өткен еді. Кез келген әулет, кез келген ру, кез келген халық өзінің батырымен мақтанады. Ұл туса, қыз туса, елінің батыры болса екен, әкенің емес, адамның баласы болса екен деп армандайды. Аз жыл өмір сүрсе де, Алланың сүйікті құлы болып, ел үшін өмір сүрген азаматты ардақтап, бүгін таңертеңнен бастап қандай керемет құрылған мәдени іс-шаралар. Сіздерді қайдан мен өз басым, кітапты шығарған азаматтарға бағана айттым, тағы да қайтып айтамын. Атам қазақ айтады: өшкен ел тарихын жаспен жазады дейді. Ол болды өмірімізде, ақтабан шұбырынды болып, өзіміздің көзімізден жас кетпеді. Өскен ел тарихын таспен жазады дейді. Мысалы, бағана да айттым, тағы да қайталап айтамын. Мынау жазба тарихтың өзіне келгенде, 5-ші ғасырда біздің бабаларымыз тасқа қашап, күн ұйықтамадым, түн ұйықтамадым, кедейді бай қылсам деп Күлтегіннің өлеңін жазған тасты елбасы Евразия университетіне әкеліп қойғанда, Олжас Омарұлы Сүлеймен былай деді: менің бабам тасқа 5-ші ғасырда жазғанда, орыстың да жазуы жоқ еді. Сондықтан біздің бабаларымыздың кім екенін білдіру үшін сол тасқа, ол тасқа жазылған Орхон Енесейден кейін бізде араб жазуы болды. Одан бүкіл түркіні ата тұрып бір әріппен, латын әріпімен жаздық. Сол латынмен жүрген кезімізде бізді Кирилл қалып берді. Неге? Ең бай тіл ағылшында 45 әріп болса, 20 дыбыс болса, 20 әріппен жазады. Французда 35 дыбыс болса, 20 әріппен жазады. Бізді Құдай сүйген құлмыз, 28 дыбысымыз бар. Сол 28 дыбыспен жазып жүргенде 42 әріпті әкеп берді бізге. Сондықтан
біз тарихы бай елміз. Сондай етіп, баламыздың баласы Саттар атасының кім екенін білетіндей бүгін кітаптың тұсауы кесілді. Сондықтан ұйымдастырушыларға мен рахмет айтқым келеді. Одан біз спектакльге келдік. Айналайын сол жерде рөлде ойнаған актерлардың бәріне шын жүрегімен басым дейіп рахмет. Көзіне жас алмаған адам қалмады. Шын рөлге енді. Бәріміз риза болдық. Саттар атамыздың рухы да риза болды деймін. Сондықтан ол спектакльді көргенде арманда, көрмегенде арманда. Ауданның басшыларынан өтініп сұрарым. Осы залды толтырып, жоғарғы кластың ұлғызына, әрбір ұжымға сол коллективтің сол қойылымын көрсету керек. Естеріне түсіру керек. Қандай заман болғанын, қандай аталарының өткен. Енді мені айтыс. Мен өз басым қазақ деген халықтың қызы болғанымды мақтаныш ететін адаммын. Өйткені Ақселеу Сейдімбек деген нарғасқа қазақ өтті. Ол айтады, Алланың маңдайына берген бренді, өзгеден өзгеше етіп берген бренді, бұл қазақтың ауыз әдебиеті дейді. Олай айтсам өкпелемесін қырғыз ағайын. Қырғыз қазақ бір туған, өзбекте жүрген қазақ. Ешкімде жоқ біздің таңды таңға атырып айтатын эпостарымыз. Біздің не деген талант, мынау алдарыңызда кімдер тұр? Бір ойды алып, оны ойлап, аяқ астынан оған өлең құрастырып, оны әнге салып, қолымызды соқтырып отырған семіз нарғасқаға қол соғайықта. Не айтылмады? Қазақтың қай жағы қамтылмады? Айналайын, өмірлерің өрге жүзсін, таланттарың өрге жүзсін. Кезінде қазақты өзінен қалай төмендетудің жолын іздеген көршілеріміз, қазақтың Алла берген, елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында айтады. Кез келген ұлттың ұлттық коды болады. Ұлттық код өзінің терең тарихынан нәр алмаса, ол ұлт адасады деді. Бізді қолша адастырды. 300 жыл патша үкіметі, 70 жыл кеңес үкіметі. Сонда бірінші нен алды? Бірінші айтысты алды. Айтыс деген ешкімнен қорықпайтын, бетіне тіке келіп барды бар деп, жоқты жоқ деп айтатын, жұртты тәрбиелейтін, ең дос, ең ақылды, ең талантты адам. Кімнің айтыскер ақысы болмайды, кімнің мәшинеден мәшине мінгісі келмейді. Бірақ Алла бізге оны бермеген. Сондықтан Құдай берген таланты бар, ақындарға ду қол шапалақ. Бірінші айтысты алды, екінші наурызды тоқтатты. Неге? Пендеміз, бір-бірімізбен өкпелесеміз, ағайынмен ағайын, туыспен туыс, қызметтеспен қызметтес. Сонда бабаларымыздың ойлап тапқан мерекесі, көктемде жер бусанып, күнмен түн теңеліп, қараңғымен жарық, баймен кедей, бәрі еріген кезде төс қағыстырып амандасып, наурыз мерекесін бәрін кештім, жерге кетсін. Самарқанның көктасы ерігенде ерімейтін сенің қандай жүрегіңде? Жылына бір рет өкпеназдың бәрін еріген жерге жіберген мерекеміз болған. Соны тоқтатты. Тәуелсіздік қазаққа не берді? Тәуелсіздік қазаққа, қазақты әлемге танытты. Өзі таңдаған гауһар астанасын құрғызды. Қазаққа өзінің төл әліпбиін беріп отыр. Қазаққа ұмытылған ақындар айтысын алып келді. Бүгінгі ұйымдастырушыларға қалай рахмет айтпаймыз? Мына тұрған 8-і мен талай айтыста көріп жүрген нарғасқа ақындар келген. Кейде бір айтыс болады, осы бір жарнамасы да керемет, бір керемет деп күтесің. Дәл бүгінгідей айтыс болмайды. Сондықтан армандарың жоқ, бүгінгі 8 айтысты тыңдаған. Айналайындар. Саттар аталарының бүгінгі еткен еңбектерін Алладан қайтсын. Бүгін келіп,
кеткен энергияларың, шығарған шығындарың ағаларыңнан қайтпаса, Алладан қайтсын. Әрқайсың ол кісі соғыстың батыры болса, сендер қазақтың айтысының жұлдызы батыры болыңдар. Өнерлерің өрге жүрсін, халықтарыңды әрқашан рухын көтеріп, мен қазақтың, мен қырғыздың айтыскерімін деген атақтарың аса берсін. Бүгінгі айтыс қыз бен жігіттің айтысы, күйеу мен қайынның айтысы, қандай керемет айтыстар болды. Сондықтан елге сәлем айтып барыңыздар. Сен көп нәрседен құр қалдың. Бүгін осы 8 ақынды тыңдамайды. Бағалау керек. Кімдер келді бүгін? Қандай рух берді? Қазақ деген халықтың мәңгілік өмір сүру үшін оның төл өнерлері, ұлттық код деген не? Ол біздің тіліміз, ол біздің дініміз, ол біздің діліміз, айтысымыз, ол біздің тарихымыз. Тарихымызды ұмытпайық. Кез келген іс-шарада, ол ас болама, той болама, сүттің бетіне шыққан қаймақтары, жалаңаш шығып билейтін бишіден гөрі айтысты әр жиында өткізсе, бұлардың да мерейі, біздің де мерейіміз артады. Той құтты болсын, той тойға жүрсін. Саттар ағамыздың Шу ауданының 80 жылдығында ескерткішін ашып еді. 100 жылдығы атаусыз қалмай кереметтей кеш өтті. Тағы да мәрте ұйымдастырушыларға рахмет. Шыққан шығындарыңыз Алладан миллиард боп қайтып өздеріңізге келсін. Әр Шудың үйінде Саттар атасына рухы тартқан батыр, өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, ақындарымыздай шешен ұл қыз дүниеге келсін. Құтты болсын. Шу елінің мәртебесін арттырып жүрген мемлекет және қоғам қайраткері Оразгүл әкпеміздей біздің қазақтың қадірлі ағайындар рухын көтеретін осындай тұлғалар көп болсын деп бір қошеметтеп рахметімізді айтайық. Бәрекелді қадірлі ағайындар, енді әрі құттықтау сөз сонымен бірге Алматыдан арнайы келіп осы демеушілік жасаған Алматыда Қожай бауырларының атынан келіп отырған кәсіпкер құрылысшы Бақытжан Бейсенбайұлы Артықбаевқа келесі сөзді береміз. Құрметті ағайындар, бүгін кеңес одағының батыры Саттар ағамыздың мерекесі құтты болсын. Енді осы айтыскер ақындарға біз өзіміздің ризашылығымызды білдірейін деп жатырмыз. Алматыдан біраз қожа жігіттердің атынан. Енді осында бір екеуі бар, бір екеуі келмей қалды себептермен. Сіздерге рахмет, уақыттарыңызды бөліп, айтыс керемет өтті. Жаңа әкпеміз жақсы тілектер айтты, соның бәрі қабыл болсын, биіктен көріне беріңіздер. Рахмет. Құрметті ағайындар, бұның енді басты себепкер болып отқан бізде Бақыт ағамыз. Бақыт аға, осы төрге шықсаңыз бір ауыз сөз. Бақыт аға, бұға дейін бәрімізді жинап, өзінің ағалық ниетін көрсетіп, бәрімізге ақыл айтып, Саттар Естемесовтің тұқымы жоқ болғанымен өзінде біз бармыз, осыны біз басқарамыз деп Бақыт аға басқарған. Соған Бақыт аға, сізге арнайы мына бір хат. Құрметті ағайындар, айтыс керемет болды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мияқтан қырғыз ағайындар су кешіп, Өзбекстаннан келіп отыр. Сондықтан барлықтарына рахмет деп, барлықтарыңызға бір ат сол сыйлықты қабыл етіңіздер. Сол біздің кітап бар еді. Ақындар қазір сөзден ұстап маған тиіседі ғой. Бәрімізге бір ат па, әлде әрқайсысына бір ат па? Әрқайсысына бір ат. Енді атты бірінші беріп алайық. Содан кейін Құдай берсе, кітап одан мәртебелі ғой ағайындар. Сондықтан ол келе жатыр, алып келіп содан кейін тапсырамыз.
ағайындар жана арнайы әзілдеп болсын айтып жатыр Асқатмен шығып. Өзім қайын жұртыма келдім деп отырғаннан кейін. Күйеу білесіздер, пайғамбарда күйеу баласын сыйлап дейді ғой қазақ. Сондықтан мына арнайы Қырғызстаннан келіп отырған ақынымызға осы жерде ұйымдастырушылардың қазақтың салты менен шапаны бар. Соны тартып өтейік, қабыл алыңыз. Талай бәке құтты болсын шапаныңыз, өзіңізбен көбейді қатарымыз. Жиі-жиі айтып тұрыңыз, оң болсын бізге басқан сапарыңыз. Тоқтағұлдай жыршының ізін басқан қырғыздың бас ақыны атаныңыз. Рахмет, рахмет. Ал енді ағайындар. Ойлаған ой мақсаттарыңыз ойға толсын. Аруақ чүйелінде тойлар болсын. Батырлардың ұрығы қолдаған менің қайын жұртым қазағым аман болсын. Ал енді ағайындар, жаңа айттым ғой, жұлдыздардың арасында жарық ай секілді деп. Ендеше Алтынгүл Қасымбековаға арнайы сыйлық бар, соны тартып өтуге рұқсат етіңіздер. Алтын Оқалы Камзол. Енді Ереке мұнда жаңағы арнайы мерейтойлық медальменен тартып өтетін кітабымыз келіп тұр, өзіңіз келесіз ба? Жігіттер бар ма, келіңіздер. Тартып өтетін. Әлеге. Сахнаға Ерболат ағамыз шақырайық. Шуақ Шум ардақты атамекенім қорының осы кісі директоры болады. 2010 жылдан бері сол қорды сөндірмей ұстап келетір. Осындай іс-шараларға мінекей пайдаланып келетірміз. Бүгінгі мына тойға дайындалған, оның үстінде медальді да осы қордың атынан дайындалған болатын. Өзі тәртіп бойынша аудан әкімі, аудандық мәслихат бұндай медаль шығаруға құқығы жоқ. Бұл құқықты кейбір мемлекеттік емес ұйымдарға берген екен, мерейтойлық медальдарды жасату. Сондықтан кейін Ерболат ағамыз тапсырса. Онда бұлай қылайық. Мұнда Саттар Естеместің 100 жылдығына арналған мерейтойлық медальменен ақындар, сондай-ақ Саттар Естеместің 100 жылдығына арналған міне бүгін тұсауы кесілді. Оразгүл әкпеміз жақсылап айтып берді сіздерге. Ел үшін туған ер Саттар кітабы, сонымен бірге арнайы кәдесый сыйлық зат деп айтып жатады. Мынандай естелік зат ақындарды осыменен марапаттайды. Куәлік Қылышбек Асқат. Шуақты Шуым ардақты атамекенің қоғамдық қайырымдылық қорының 2019 жылғы 12 қыркүйегіндегі нөмірі 8 бұйрығымен Саттар Естемесов 100 жыл мерейтойлық медальмен марапатталады. Ағалар медальді кеп тағып жатыр, жұрталардың жомарттығын танып жатыр. Ел алдында көрсетіп тақсаңдаршы, кей ақындарды көрінбей қалып жатыр. Осы ақындардың таққан төс белгісіне ағайын бір қуанып қолын соқпай нағып жатыр.
Енді шуақты шуымжан қайырымдық қоры соның мерейтойлық медальді тапсыру сәті осылай өтеді екен. Біз жеке-жеке тапсырып берейін дегенбіз, айыпқа бермеңіздер. Ал қадірлі ағайындар, осыменен Саттар Естемесовтің 100 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысы өз мәресіне жетті. Тойдан тойға қадірменді ағайындар, аман есен жете берейік. Айтар ойымыз осындай тойымыз бір-біріміз қуанышымызға қуанатын сәтіміз мол болсын. Жақсылық күндерде кездескенше ағайын.